қазақ елі. Бүгін міне Астана қаласында бүгін біз акиматқа барған едік. Ағаділов Дулаттың аяқ астынан жүрген Дулатты түнде алып кетіп, одан кейінгі таңертеңгі сағат 8-дерде қайтыс болған естіп, бүкіл халық болып шулап қалған едік, Дулатымыздан айырылып. Ендігі бүгінгі сол Дулаттың мәселесімен мына Астананың акиматына барған едік. Сол акиматта бүгін көпбалалы аналар нанымыз жоқ, тамағымыз жоқ деп жылап отыр. Коронавирус жүріп жатыр деп бәрі дабыл қағып жатыр. Бұл өкімет бізге қалай көмектеседі, қашан көмектеседі деп және жылап отыр. Анау Ерлі-Зайыптың күйеуін жұмыстан шығарып жіберген. Ертең үйімізді жалдап тұрмыз, ол квартирадан шығарады деп жаңа мына дабыл қағуда. Карантин деп бәрін жабуда. Енді үйге продуктыларын тасып әкеп жатыр дейді, көпбалалы аналарға көмектесіп жатыр дейді. Одан гөрі Қасым-Жомарт Тоқаев, сіз мына көпбалалы аналарға тамақ әкелмей-ақ қойыңыз. Сіз ақшадай жағдай жәрдем жасаңыз. Өйткені ауырып жатқан балалар бар үйінде. Көмек керек, медициналық көмек керек. Дәрі-дәрмекке ақша керек. Ол продуктының қайда жаратады ол көпбалалы аналар. Жаңағы келген көпбалалардың ішінде 6 бала, 7 бала, 8 бала, 4 бас балалы аналар келіп жатыр. Жаңағы ер азаматтар қасында жүр. Жұмыстарынан шығарып салған, шығарып жіберген жұмыстан. Қазір енді біздің басымызда жұмысымыз жоқ, баспанамызды қалай төлейміз деп жылап еңіреп келіп отыр жаңағы жерде. Қасым-Жомарт Тоқаев ол көп балалы аналарға көмек берулеріңізді сіздерден қанша рет сұрадық. Осыған дейін де айтқан едік, бұл карантин, бұл коронавирус келе жатыр, дабыл қақып, ана шекараны жабыңыз деп қанша рет өтіліп айттық сізден, Қасым-Жомарт Тоқаев. Енді қазір балаларды коронавирусты дабыл қағып, сіз бәрін үйге қамап, енді аштан өлу керек па? Сонда көп балалы аналар, кредиті бар адамдар не істейді қазақтар? Осы сұрағыма жауап беріңіз, Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазір мысалға көп балалы аналарға ақша керек. Ақша беріңіз, ақша бөліңіз. Көмек сол болсын. Үйде отырады сол кезде көп балалы аналар. Қазір міне дел сал тек акиматтың алдын күзетуде. Сұмдық қой бұл. Коронавирус деп тықтыңдар да тастадыңдар. Немен ішіп, немен тамақтанады олар? Кредиті балалардың бәрі үйде отырғанда кім оларды асырайды? Ертең қалай олар тамақ ішеді? Мені естіп тұрсыздар ма? Дауыс естіліп тұр ма? Қасым-Жомарт Тоқаевқа мен өтіліп жатырмын. Осыған дейін өтілген едік. Өзі мына айта бар ғой, сөзде таусылды, шаршап кеттік мыналардан. Бұлар өздері қашан доғарады бұнысын. Карантинге жауып жатсың. Жапқан күннің өзінде де үйде отырған аналар қалай тамақтанады? Тамақтанғаны былай тұрсын, дәрі-дәрмекке ақшаны қайдан алады? Әкелген сендердің продуктылардың ең құрманды ішінде ет те жоқ. Қазақ деген етше бөскен. Бала шағасын қалай асырайды олар сонда? Рошки вермешелдің өзін алалмай отырғандары бар. Қасым-Жомарт Тоқаев, сізден мен өтінемін. Көп балалы аналарға жәрдем етіңіз. Қазір кредиттің астында отырған, кредитпен жауып тастаған қаншама қазақтар қарызда отыр. Сізден өтінемін. Біз көп балалы аналарға жәрдем етіңіз. Тек Қазақстанның басында қаншама адамдар қарызда жатыр, кредитте жатыр. Кредиттерін төлеуге жеңілдік көрсетіңіз, жеңілдік беріңіз. Жатсыңдар ғой, қаншама ақшаның астында олигархтар. Халықтың арқасында қойқаңдап жүгіріп жүрсіңдер, шартиып, қарындарың қабақтай болып, беттерің табақтай болып. Соған қарамай, сонымен қоймақ қағылықты қанаудан бас тартпайсыңдар.
халықты одан сайын қинап жатсыңдар. Коронавирус деп. Шекара неменеге ау баста жауып тастау керек еді. Қазір мына Астананың әрі бері өтетін танкілер тұр. Неге сол анау Қытайдың танкілерінің шекарасында тұрмайды сол танкілер? Сұмдық қой. Түйшірген, тыныш жатқан халықты шуылдатып, өздерің дүркіретіп жатсыңдар. Қайда сендерде әділдік, қайда сендерде имандық, қайда сенде ұят? Қасым-Жомарт Тоқаев, халықтың алдына шығып сөйлеуің керексің, айту керексің. Құрметті қазақ елі, бүгінгі енді менің эфирімде айтайын дегенім бар. Осы жаңа ғана мен мына аналарды көріп қатты ашынып кеттім. Өзім жаңа ғана шыққан едім мына неден, акиматтан. Содан міне тура эфирге шығуға тура келіп қалды. Енді барша қазақстандар қолдай отырыңыздар. Әрі мына эфирімді таратып отырыңыздар. Ендігі эфирде кездескенше аман болыңыздар.